Үкілеген үмітпен көп ортасынан шыққан қатысушылар алғаш болып сәлемдесу сайысында бақ сынады. Туып өскен жері, қызмет жолы мен отбасы туралы әңгімелеген олар 4 жұмақ өлең жолдарын ақпаратқа үңіліп әрең айтып шықты. Енді бірі тіпті фонограмма көмегіне жүгініпті. Байқау қатысушылары жалпы саны 8 кезеңнен өтеді, ал өз-өздерін таныстыру бөлімінде ұятты болғандар үшін екінші кезең оңайға соқпады. Қазақтың салт дәстүрі мен әдеп ғұрпына байланысты сауалдар төтенше жағдай қызметкерлерін біраз терлетті. Ерліктеген бір сыртта болған бір жеңіс бір жағдай туралы үйге хабар беру үшін. Білмедім, ерлік бірінші десті. Байқауда бақ сынаушылар даярлық барысында көптен бері қолға алмаған оқулықтарды көзбен шолып шықтық дейді. Оның себебін қым-қуыт тіршілік одан қала берді, қызмет бабымен түсіндіріп жатты. Жұмыс деп жүріп, шыны керек кітап оқуды кішкене азайып қалды. Соның арқасында біз Мұхтар Шаханов, Мағжан Жұмабаев, Мұқағали Мақатаев атты үлкен ғұлама ақындардың кітаптарында бір қарап шықтық өлең іздеу барысында. Маңызды іс-шаралары мен жиындарды мемлекеттік тілді шетке сырып қойып, ресми тілде сайрай кететін басшылық өз қызметкерлеріне ана тілді меңгеруде әлі де атқарылар жұмыстардың бар екендігін мойындайды. Қазақ азаматтарының өзінде жаңағы мемлекеттік тілді білудің арасында да кемшіліктер болып жатыр. Сондықтан біздің салт дәстүрді дамыту, тілімізді дамыту, тілімізді жетік меңгерудің барлығын ынталандырып осы мақсатта өткізіп жатырмыз. Шара барысында байқауға қатысушылардың дайындығы мен белсенділігі көңіл көншітпеді. Тек есептік жоспарды іске асыруға асыққан Оңтүстік Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департамент қызметкерлері шараны алдын ала ұйымдастырғандықтан дайындық барысын тағы бір пысықтауы қажет еді. Алдын ала жоспарланған шарада өздері ұятты болды. Онсыз да қарым-қатынастағы ресми тілдің күйін кешкен ана тілімізде білсе де, сөйлемейтін буын өкілдері көбейген заманда әсіресе өз қазағының тілге жанашырлық танытпауы жанға батады. Себебі тіл ұлттың сүйенетін тамыры, сүйенетін тәңірі. Жұлдыз Жасұзақ, Руслан Насиров, Нар Ньюс.